ғажайыптарды қабылдауға арналған медитация. Телефонды 20 минутқа өшіріңіз, ыңғайлы позаны қабылдаңыз. Толық демалыңыз. Бірнеше рет дем алып, дем шығарыңыз. Елестетіп көріңізші, әр деммен сіз өзіңізге жарық түсіресіз. Алтын, қуанышты, жеңіл, мөлдір жарық. Сіз жарыққа толасыз. Содан кейін аспанға жіберілген шар сияқты ұшып, жоғарыға және жоғарыға ығасыз. Бұл сезім тереңдіктен жоғары жарыққа қарай сүңгу сияқты. Ұмтылу, бұл маңызды нәрсе. Сіз өзіңіздің артыңызда қанаттарыңыз өскен сияқты сезінуіңіз мүмкін. Бұл солай. Сіз әдемі құсқа, бақыт құсына айналасыз. Әр сәтте жарық жарқырайды. Сіз үнемі дірілденген, жоғарылтасыз. Сізді шаршатқан ескі өмірді төменде қалдырғандай сезінесіз. Қараңғы, ауыр нәрсе мүлдем жоғалып кетті. Бұл сіздің ашық, жарқын, құстың жаңа келбетіне сәйкес келмейді. Сіз барлық жасушаларыңызбен ұшып, сізді жақсы көретін таңғажайып жарықты сіңіресіз. Оның бүкіл болмысы, сіз және жарық соншалықты жақын, сіз бірте-бірте біріктіресіз. Бұдан былай сіз өзіңіздің жарқын санаңыздың күшімен осы өмірде қажет нәрсенің бәрін жасай аласыз. Бірте-бірте өзіңізге келіңіз және айналаңыздағы жарқыраған күш өрісі, сезімі сіз армандаған өмірді құруға сіз үшін тұрақты және сиқырлы көмекші болсын. Мүмкін мен атап өткім келетін ең маңызды нәрсе демалу және ғажайыптың орын алуына мүмкіндік беру. Егер сіз мұны қалай жасау керектігін білсеңіз, сізде ешқандай кедергі болмайды. Бас табысқа жетудің жұлдызды жолы мен өзіме сенемін және бұл сенімді аффирмациялармен және үнемі оң көзқараспен нығайтамын. Мен өз өмірімді жақсы жаққа, содан кейін өзімен жұмыс істеу арқылы жақсы жаққа өзгерте алатынымды білемін. Енді мен өз әлемімді өзім жасаймын. Демек мен демалып, армандағанның бәрін ала аламын. Тыныш, оңай, лайықты, қуанышты. Рахмет.